Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 125 фунт салмақта өтетін топ 15-ке кіретін қос жауынгер арасындағы прелимдердегі ең соңғы кездесу. Дәл қазіргі сәтте нөмір 12 орында тұрған бразилиялық Бруно Сильва мен оның қарсыласы нөмір 14 орында тұрған кезінде біздің отандасымыз Жалғас Жұмағұловты жеңіске жеткен Джошуа Вен арасында өтетін тартысты керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі делік бір ауыздан американдық Джошуа Венді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Джошуа Вен Америка мен сонымен қатар Мьянма елдерінің атынан қатар өнер көрсететін жауынгер. Бұл жауынгердің жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің грэпплинг стилі, күрес стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Ал Бруно Сильваға келетін болсақ, бұл жауынгер тіпті қарсыластарының барлығын техникалық нокаутпен нокаутқа құлататындай күші бар екендігін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің әрбір бразилиялыққа тән грэпплингі мен джиу-джитсу стилінің өте керемет жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде американдық Джошуа Вен бразилиялық Бруно Сильваны кемінде төрешілердің шешімімен жеңіске жете отырып, өзінің орнын топ 10-ға лайық екендігін дәлелдейтін болады. Joshua Van, a winner again, this time inside the distance.